Сәлем баршаңызға. Біз бүгін изомальттың көмегімен леденцы жасайтын боламыз. Изомальтты кондитерлік дүкендерден сатып аласыздар. Және осылай ештеңе қоспай, өзін ғана қызып тұрған отта жақсылап ертіп аласыздар. Ертетін кезде силиконды лопатамызбен жақсылап араластырып тұрамыз. Басында ермейтіндей болып көрінеді, бірақ кейіншелеп өзі осылай ериді. Енді көбіктері басылғанға дейін кішкене суытамыз. Қатты суытып жіберудің қажеті жоқ, өз көбігі басылады. Мінекей мынандай болған кезде уже қасығымызбен алып силиконовый көбіктеріміздің үстінен ортасынан құятын боламыз. Сонда бізде дәл осындай домалақ әдемі леденцилар шығады. Енді осы прозрачный леденцилардың үстінен өздеріңіз қалауларыңызша посыпкалар істесеңіздер болады, немесе дәл осылай қалдырсаңыздар да болады. Енді бұған шпажка қоятын кезде қақ ортасынан қойып, айналдырып барып қоямыз. Сонда айналдырған кезде асты-үстімен барлық жеріне бірдей жабысатын болады. Енді қалған изомальтыма мен диоксидан титан қостым, яғни ақ краситель. Бұл бізге матовый оттенок беретін болады. Құр өзін араластырып барып не алатын болсаңыздар, кәдімгі ақ леденцилар шығады. Енді мен оның үстінен розовый красительден бір тамшы тамыздым. Егер сіздер бір тамшыдан да аз қосатын болсаңыздар, түсі ашық розовый болып шығады. Менде қанық розовый түс шықты. Жақсылап барлығын араластырып аламыз. Егер изомальттарыңыз қатып жатса, кішкене тағы да отқа қойып, қыздырып сұйылтып алуға болады. Бұл изомальттың тіске ешқандай қауібі жоқ деуге де болады, өйткені қатты тәтті емес. Бұл арнайы осындай чупа-чупстар жасау үшін жасалған өнім деуге де болады. Мына шпажкаларымыз қисайып кетсе түзелеп қоямыз. Осылай силиконовый формаларымызға барлығын құйып шығамыз. Формаларды кондитерлік дүкендерден таба аласыздар.